Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге бір өте пайдалы, тез жасалынатын, уақыты көп алмайтын, кез келген қонақ шақырғанда да ұялмай дастарханымызға қоятын сондай бір керемет салат. Соны жасап көрсеткелі отырмын. Бұл салатқа керегі екі нәрсе ғана: қызылша және консервідегі ананас. Қызылша пісіріп, ашып дайындап қойдым, және міне консервінің ананас. Оны да ашып дайындадым. Жеңіл сироптағы ананас бөліктері дейді. Мынандай консервідегі ананас таластар. Міне қызылшамызды турадық, ананасымызды турадық. Енді тұз ештеңе салмаймыз. Тек қана мына консервідегі ішіндегі міне суын құямыз. Азырақ болады. Міне араластырдыңыз, кішкене қойып қойдыңыз. Мына ананастың сөлінің бәрі қызылшаға сіңеді. Соны ыдыстарыңызға салып, дастарханға қойып, жей берулеріңізге болады. Міне мынандай керемет салат. Өте пайдалы.